Ерте заманда таудың етегін сипалай өткен Сарымса өзенінің Норманға өтетін жағалауында бір өте кірпияз қара кірпі өмір сүріпті. Бала кезінен өз отбасынан ажырап, өз бетінше күн көремін деп, ата-анасы сияқты құрт-құмырсқа, бақа-шаяндарды, өлі көксіктерді, шіріген қалдықтарды жемеуге бел буыпты. Күндіз інінде тығылып, түн болғанша маужырап, қараңғы жамыла өзіне азық іздейді екен. Құрт-құмырсқадан, шіріген алманың қалдығынан жиіркеніп, әбден қарны ашып, ағаштың қабығын кеміре бастапты. Қытырлаған дауыстан шошып оянған тиін ұясынан секіріп түсіп, кірпінің жанына келіп: "Сен кімсің? Менің тұратын ағашымды не үшін кеміріп жатырсың?" деп аң-таң болып қарайды. "Мен кірпімін, атым Кірпияз. Қатты қарным ашты, сосын кеміріп отырмын" деп жауап береді кірпі. "Ой, бақұс-ай, ағашқа жануар тоя ма? Қазір, тоқта, менің ұямда жаңғақ бар, сенмен бөлісейін" дейді тиін. Дейді де жүгіріп шығып ұясынан бір балғарағай бүршігін лақтырып жібереді. Күтпеген қимылдан үркіп кеткен Кірпияз басы қарына жиырылып домалана қалады. Тиін онысына көңілденіп, жегі қатып, шиқылдап, тырқылдап күле жөнеледі. Кірпі басын көтерген сайын бүршіктерін лақтырып, әбден ойынын қандырып, төменге өрмелеп түсіп: "Міне, жешең сенді" деп жаңғағын қолына тығады. "Мұны қалай жейді?" деп сасып қалады Кірпияз. "Қалай жегені нес? Шағып жейді, шағып" дейді тиін, бүршігін қолында аунатып. Шапшаң тістерімен шағып, Кірпияздың уысына балғарағайдың дәнектерін үйіп береді. Аштықтан басы айналған Кірпияз құшырлана дәндерді жеп алып, есін жиып болған соң: "Рахмет саған, Тиінжан, саған алғысым зор. Ал енді сенің есімің қалай?" деп сұрайды Кірпияз. "Менің атым Селкілдек" дейді тиін селкілдеп. "Қызық екен, не үшін селкілдек?" деп таңданады Кірпияз. "Өйткені ұйқым өте сақ, бір нәрсе қыбыр етсе болды, оянып кетем, селк кетіп" дейді селкілдек. "Ал сенің есімің не үшін Кірпияз екенін мен аңғарып қойдым. Сен өйткені әдетте кірпілер қоректенетін құрт-құмырсқа, шіріген қалдықтарды жеуге жиіркенесің. Демек, сол себепті сенің есімің Кірпияз" дейді селкілдек. "Сен, селкілдек, өте зерек екенсің" деп таңданады Кірпияз. "Мен" дейді Кірпияз, "өз тұқымдарыма ұқсамаған, болмысым бөлек ерекше кірпімін. Құрт-құмырсқа, бақа-шаян, қамшегіртке, шіріген қалдықтар кірпі ағзасына өте зиян деп шештім. Сондықтан өзімнің ұстаныма сай келетін өзгеше тамақты іздеп жүрмін" деп ағына жарлады Кірпияз. "Болмысың бір бүтін болмаса, жасағаның бір тұтам, табиғаттан аспауың жақсылыққа мың қадам"